Сәлем достар, бүгін сіздермен түрік ұлтының пирожкиін дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Сүт, су, құмшекер, тұз, жұмыртқа барлығын араластырып, үстіне ұн салып, қамыр елейміз. Ашытқыны бірден қосып жіберсеңіздер де болады, немесе жылы суға қант араластырып, ашытқыны салып 5 минут 10 минутқа қойып қойсаңыздар, ол көтеріледі. Көтерілген ашытқымызды қамырға салып, ары қарай қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Қамырымыз өте қатты болып қалмау керек, немесе өте жұмсақ болып қалмау керек. Дайын болған қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да бір қайтара илеп аламыз. Міне дайын қамырымыз, енді оны жарты сағат немесе 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Енді қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Табамызға сұйық май құйып, пияз және де томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң ішіне картошка саламыз. Мен картошканы қайнатып, пюре етіп езіп алдым. Пюремізді де қосып қуыра бастаймыз. Міне жақсылап қуырып алдық. Енді бетін жауып тұндырып қоямыз. Дайын қамырымызды 4 бөлікке бөліп, 4 жуала жасап аламыз. Бір жуала қамырымызды алып, жақсылап жіңішке етіп жайып аламыз да 3 бөлікке бөліп, осылай шет-шетін линиясына шығармай кесіп шығамыз. Енді ішіне салмасын салып, ұлу тәріздес етіп орап шығамыз. Дайын болған пирожкиміздің бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, күнжіт немесе мақ сеуіп, өздеріңіз қалауларыңызша әрлейсіздер. Сосын духовкаға 180 градусқа 30-40 минутқа пісіресіздер. Жұмсақ, дәмді түрік ұлтының пирожкилері дайын. Ішінде қамыр болмаған, жақсы, әдемі болып піскен. Достар, егер менің каналымның дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды ұмытпаңыздар.